Не болды, братан? Ана оңбаған мотоциклистер мына кішкентай мысықты қағып кетіпті. Ай, біреуің больницаға апарсаңдар жарар еді. Жол алыс. Блин, апару керек негізі. Апа, давайте маған беріңіз, мен апарам. Ой, айналайын, рахмет. Балам, ана жолдың ар жақ бетінде ветклиника бар, соған апар. Иә, апа, апарам. Сіз ана папа болдың айтып тұрсыз ба? Иә. Жоқ, олар онша қарамайды. Мен бір жақсы қарайтын жер білем. Соған апарам. Жарайды онда. Жақсы ендеше. Разайлейсіз. Жарайды балам, рахмет. Уайымдамаңыздар. Жақсы. Күнсуына эко деген бар ғой, болмайтын. Дұрыс сол. Вообще керек емес. Менің бар ғой өз ойым, балаңа кейін әкесін көрсетуің керек. Одан кейін таныстардан болған дұрыс. Сенің күйеуінен ала салыншы ұрықты. Неге мен күйеуім? Енді таныс қойма. Өзімізге ұрық жетпей жатыр на самом деле. Әйтпесе әйел дейсің ба? О, Куня, маған сен ұрғың керек. 5 минутқа кешіп қалдым ше. 5 минутқа кешіп қалдым, әйтпегенде қазір беретін едім. Сосын Куня деп айтпаңдаршы, Кунядан кейін ұрық сұрағаным қалай кетті? Жарайды, ренжімеш, Кука, маған сенің ұрғың керек. Менің балама әке болып берші, Құдай үшін. Ол қалай болады екен ол? Бірінші рет сұрап тұрмын, жай ғана просто менің аналық бездерім бар ғой, жұмыртқа бездерім бар, дұрыс па? Сенің аталық анау жұмыртқа бездері екеуі қосылады, сосын... Жоқ, мен бүйтіп істей алмаймын, ренжімеңдер. Мен өзім жүріп жүрген қызымның жұмыртқа тасушыларына адалмын. Ойбай, жарайды, қош, бір сұрағанда... Жоқ, табиғи жолмен болса айт істеп беремін, пожалуйста. Жарайды, болыпты, керек емес сен. Бір сұрағанда деп. Жасанды жолмен істей алмаймын мен. Табиғи жол деген қалай сонда? Кәдімше андай. Я, төбеде тұрсыңдар, білесіңдер ғой табиғи жолың қандай екенін. Хабарласесің, что сен.